Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сәбізден өте оңай әрі тез дайындалатын салат жасайтын боламыз. Сәбізді жуып, тазалап аламыз. Осы тазаланған салмағы 850 грамм болуы қажет. Енді видеода көрсетілгенде ұзынша етіп теркадан өткізіп аламыз. Одан соң жарты шай қасық тұзды салып араластырамыз, бірақ қатты баспаймыз. Енді 100 мл майға жарты шай қасық қызыл бұрышты салып, отқа қойып араластырамыз. Осылай бұлғап тұру қажет болады. Енді қайнай бастағанда бірден сөндіреміз, өйткені бұрышымыз күйіп кетпеуі керек. Сәбізге 3 чеснокты осылай өткізіп саламыз. Жарты шай қасық кориандр, жарты шай қасық қара бұрыш, 1 ас қасық қант және 70% уксус құямыз, жарты ас қасық. Одан соң дайындап алған табадағы майды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне осындай дәмді салатымыз дайын болды. Рецептерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.